Жайланып отырсаңыздар бастайын. Біздің дүрбі сұхбатымызға қазақтың қайсар қызы ЛГБТ қауымдастығымен күресіп жүрген Бағила Балтабаева сұхбат берді. Сұхбатта қызықты бір әңгіменің басын шалды. Қайта еске түсірейік. Қарап отырсаңыз, не молчи деген дүние, фондтар, қорлар, біздікі не молчи кызы. Қырғызстанда не молчи кг, Өзбекстанда не молчи уз, жаңағы Украинада не молчи уа. Яғни біздің тмд мемлекеттерінің барлығында бір мезетте не молчилар пайда болыпты. Қай кезде? 2015 жылы бұл осы жаңағы Дина Смаилова, кейін Дина Таңсари деп ауыстырған, бұл кісінің өзінің туған екі әпкелі сіңілі егіз екен. Егізі өте біздің мемлекетте өте жаңағы оппозицияның шыңына шығып алған адамда, кезіндегі сол жаңағы Аблязовтың қасында жүрген әйел адам. Енді қараңыз, сондай мына жақта сыңары оппозиционер, мына жақта шетелге барып алып, мына жақта халықты қайрап митингі басқасы бар сөйтіп отырады да. Ал екіншісі мына жақта сыңары біздің мемлекетте добрая тетя болып отырады да. Добрая тетя Динара Смаилова мен қуғында жүрген қашқын Мұхтар Аблязовтың құлақ кесті құлы болған Жанна Бота екеуі егіз. Публикаға айтқан мәлімдемелеріне қарағанда бір құрсаққа сыйған қос белсенді ат құйрығын кестік, апалы сіңілі болсақ та араласпаймыз деп мәлімдеген. Дауға қисада жауға қимайтын қазақы тәрбиенің иісі жоқ қызық тұлғалар. Мүмкін екеуі ел алдында спектакль ойнап жүрсе таңғалуға болмайды. Сол Дина Таңсарының сыңары Жанна Бота елді сынап сұлап екі жеп биге шыққысы келген. Бұған дейінгі шыққан жаңалықта Жанар Смаилованың ұлы Дархан Ахметов достарымен жабылып қыз зорлаған. Сонда не молчи басы Дина Таңсарының туған жиені зорлық-зомбылықтың көкесін жасап жүрген. ДВК-шы ханым осы істен саяси астар іздеген. Не молчи басы әділетті шешілетін мәлімдеген. Қазақ мұндайда өзің диуанасын кімге пір боласың дейді. Жығылып жатып, сүрінгенді күндейтін Дина Таңсары азғындық сыртта болса елемей, бір шаңырақ астындағы күйбең тіршіліктен, азды көпті күңкілден хайып жасауға тырысып баққан. Сонда қараңыз, бұл жерде зорлық-зомбылықты үйдің ішінде ғана іздейді да, бірақ дәл сол әйел көшеде наркомандардың қолынан таяқ жеп кетсе, оны ештеңке демейді. Көшеде бір жаңағы маскүнемнің қолынан таяқ жесе, оны ештеңке демейді. Бірақ үйіне келіп күйеуі айт десе, болды. Ол бітті, ол зорлық-зомбылық. Не молчидің сторителлингтеріне қарап, қазақ қоғам азғындап кеткен екен деп топшылайсың. Шығыстық дәстүрлі отбасы институтына, отбасы құндылықтарына шабуыл қандай астарлы жолдармен жүзеге асқанын бағамдай беріңіз. Мына дерекке қараңыз. Әділет министрінің айтуынша былтыр 122 мың жұп шаңырақ көтерсе, соның тең жартысы некесін бұзған. Яғни бас құраған жұптардың жартысы ажырасып тыныпты. Бұл жерде әлеуметтік мәселе, тұрмыстық қиянат бөлек тұрсын. Отбасы құрған ер мен әйелдің жауапкершілігі емес. Гештальт, мештальт дейтін коушсымақтардың аффирмациялары шынайы өмірмен сәйкеспей қалған ау. Ілгерде атастырылып, бір-бірін көрмей білмейді қосылып, жарасып кете беретін қазақ отбасыларының шырқы осылай бұзылған. Жаһанданудың жылтырақ желеуі жарға жықпаса егет, аттылыға еремдеп, жаяудың таңы айырылыпты деген осы. Енді қараңыз, мына жерде лудоман, мына жерде наркоман, мына жерде алкоголик. Енді тағы бір төртіншісі ол жұмыс жоқ. Мысалы, бейшара жұмыс істегісі келеді, бірақ кешке дейін басын салып жатып, анда барады, мында барады, не жоқ, шабашкаға шығады, болмаса шықса ақшасын бермейді. Әйтеуір жұмыссыздықтан өзін жеп, үйіне келеді, үйіне келген кезде ана әйелі мені тағы да жейді, содан кейін ол бір шыдайды, екі шыдайды, үшінші рет көрсеткізеді, бітті, сонымен не молчидан бірақ шығады. Біз неге оның причина, себебімен күреспейміз? Себебін күрестірейік, себебін тоқтатайық. Наркотикті тоқтатсын, алкоголь, жаңағы наркотик, лудомания. Міне, осы игорный бизнес. Жұмыссыздық. Осы төрт мәселе, осы төрт проблема шешілетін болса, біздің мемлекетте білмеймін, әжептәуір отбасылардың бәрі орнына түсетін еді. Кішкене ақша беріп қою керек, соны базарға жіберу керек. Жақсы, біраз кішкене емес, нормально ақша беру керек. Не қолым қатты көтерілсе, соғылым көбірек ақша беру керек.
содан базарға барып ашуын тарқатып сол примерно көтерілетін кезде өзің расчеттап тағып жатыр ғой, өліп талып жұмыс істеп жатыр, бағып жатыр, айлық алып келіп жатыр, жұмыс істеп жатыр, тапқан аузына салып не істеу керек. Енді біздің қазақ дарите женщинам цветы деген бізде онша болмайды, өйткені біз жүректе ұстаймыз да. Талай тату-тәтті отбасына ойран еткен антиқозғалыс көздеген мақсатына жетті. Отағасы мен отананың орнына ауысқан өлара шақ туыпты. USAID-тің жобасы болған құқық қорғаушы Динара Смайыловаға 2023 жылы халықаралық іздеу жарияланған. Алаяқтық бойынша 6 іс қозғалған. Өткен айда Черногорияда ұсталғанымен экстрадицияламай еркіне қоя берді. Сол елдің азаматтығын алған секілді. Ал сіңлісі Жанар Смайылова да оның пірі болған қуғындағы банкирде қулығына құрық бойлатқан емес. Мәселен, ассамблея жиын алдында Мұхтар Әблязов елді бір дүрліктірді. Сәуегейсіп ойбай осы айынғы сессиясында Қазақстан Беларусь сценариймен Ресейдің қоласына кіреді. Ресеймен бір одақтық мемлекет болатынын жариялайды деп аттан салды. Әлеуметтік желіде Әблязовты әулие көретіндер әп-сәтте әбігерге түсті. Әблязовшылардың қатары қаңтардан кейін бышыраған десе де, отары әлде бар екен. Дезинформацияға күпті болып, шулап бақты. Сау ақыл сене қоймайтын ақпарат еді әйтпесе. Алло, Казахстан. Записали? Задолбали эти бараны. 3 года прошу выйти. Никогда не выйду. Задолбали эти бараны. Алло, Казахстан. Ассамблея конституциялық мәртебесі бар ұйым десе де, күллі қазақ халқының тағдырын шешетін құдіреті де, құзыреті де жоқ. Қас қылғанда ассамблея жиынында елдің шамына тиетін мұндай мағлұмат айтылмады. Президент керісінше өздерін сөз еркіндігінің жақтаушысы ретінде көрсеткісі келетін кейбір құқық қорғау ұйымдарының өкілдері, блогерлер мен журналистер еліміздегі әр істен саяси жағымсыз астар іздеп, шын мәнінде арандатумен айналысып жүргенін айтпасқа болмайды. Бұл Қазақстаннан көшіп кетіп, шетелде жүріп, халқымызға шабуыл жасайтын, тіпті мемлекеттік органдарды бопсалайтын бұрынғы азаматтарымыздың әрекеті еді. Сосын бұл азаматтар шетелден қаржы алып, соны ақтауға жұмыс істеп жүр деп мәлімдеді. Ал апымның айтуынша Қазақстандағы демократияң мен сөз бостандығыңды шетелің пысқырмайды екен. Лукашенко Қазақстанды одақтас мемлекет сапына кіруге шақырған кезде Тоқаев өте салқын қарады, елегенде жоқ. Қазақстан президентінің орта державалар мен Біріккен ұлттар ұйымына қатысты ұстанымынан кез келген одаққа сауысқаннан сақ қарайтын шығар деп үміттенем. Дипломатиялық айла шарғымен алыстан орағытып, сыртқы саясаттағы осы бейтарап қалпымызды сақтай білсек игі. Арандатушылар не деп ақталғанын қараңыз. Күні бұрын Ресейге қосылатын болдық деп аттандаған, ажиотаж жасаудан айызы қанатын әккі оппозиционер өз әрекетін былайша түсіндіріп бақты. Мы все знаем, когда власть в лице Назарбаева или Токаева собирает ассамблею народов, значит, что-то будет. Что они хотят сделать? Я вам не случайно говорил, что Токаев вместе с Путиным решили объединить Казахстан с Россией в форме союза, как у Беларуси. Беларусь – союзное государство. И вот на этой ассамблее они хотят эти вещи протащить. Я не случайно, уважаемые друзья, вот так выступаю на опережение. Я узнаю по разным каналам эту информацию, после этого выхожу в прямые эфиры. Атынан қоян үрікпейтін халге жеткен Әблязов алуан каналдар арқылы ақпарат алғанын, қоғамды ескерткісі келгенін айтып жалтарды. Сөйтіп үкіметтің үкілі үмітін жол ортадан қидым деп батырсынды. Негізі мен қауіп өткенін айтамынның жөні басқаша болса керекті. Қызды мен қазір Путин мен Тоқаевтың одақтас мемлекет болайық дейтін жоспарын күл талқан еттім. Кезінде дәл осылай Дариғаны да президенттік тақтан тайдырдым дейді. Қисынға келін кіремейді енді. Жағына жылан жұмыртқалағырлардың ішкі пиғылы ма етін білсін. Адасқаның алды жөнделік десе де бір астаудан жем жейтін ұлттың үйісуына қарсы ұйымдардың астыртың әрекетін аңғаруға болады. Шетелге шығып алып, елдің ішіне іріткі салғыш, шырғалаң сүйгіш әсіре қайраткерлердің өз амбициясы мен жеке мүддесі екенін жазбай тануға болады. Еркіне салсаң, елдің ішін алайтайдай бүлдіретінің батыр қыз Бағила Балтабаева өз сұхбатында сынамалап-ақ жеткізуін жеткізді. Бұл гендер десе бізде былай түсінеді. Әйел мен еркектің тепе-теңдігі деп. Адами жағынан да
әйел мен еркек еш уақытта бір қатарда тұра алмайды. Қанша жерден мықты сол боксер қыз бен боксер жігітті қояйық, бір жекпе-жекке шығарайықшы. Басқа кезде әйел мен еркек тепе-тең дейді да, ал енді су тасқыны болған кезде бір мешок құмды көтеруге мұршасы келмей қалды ғой сол әйелдердің. 50 мешоктан кейін ол әйел былайша айтқанда қанша мықты болса да құлайды. Заңымыздың барлығы бірдей, тепе-тең. Конфуций дейтін данышпаннан шәкірт сұрайды, мемлекет қайтсе дамиды деп. Сонда ғұлама, патша болсын, етікші болсын, әркім өз орнын білсін, сонда мемлекет дамиды дейді. Бізде де сол әркім өз орнын білмегеннен қоғамға зиянын тигізіп жүрген болуы мүмкін. Отананың өз тұғыры, отағасының өз төрі бар. Табиғаттың ерекше жаратылысына қарсы шығамыз ба қайтеміз? Қазір әр адам сыни ойлау дейтін сүзгісін қоспаса ұтылады. Кез келген дақпыртты таразыға салып қорытпасаңыз, Әблязов секілді арандатушының қармағына ілігесіз. Кім не десе де ақ қарасын һәм ара жігін ажырататын лакмус индикаторы өз ішіңізде болуға тиіс. Дәп қазір толассыз ақпаратты өзіңіз верификация жасайтын қызық кезең. Жасанды интеллекттің дамыған соншалықты кез келген танымал тұлғаның түрін алып, соның тембірі мен даусын айнытпай салып, теріс ақпаратты таратуға болады. Әріптестерім Динара Сатчан мен Самал Ибраеваның атынан фейк мәлімдеме тарапта кетті. Алматинцы, выйти 9 мая на бессмертный полк – наша прямая обязанность. Призываю каждого почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Помним, значит живем. 9 мая, 10 часов утра. Место сбора – площадь парка 28 панфиловцев. Жду каждого из вас. Міне жасанды интеллектінің нәтижесі. Апым айтады, мұндайда ақпараттық иммунитетті қалыптамай, ел болу қиын деп. Кез келген ақпараттың астарына екі қарап, бір шоқыған дұрыс. Қош сау болыңыздар, дүние тұрғанша тұрыңыздар.